7 сыныптың қазақ әдебиетінен Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы балладасына арналған тапсырмаларды дәл қазір сіздермен бірге орындайтын боламыз. Тапсырма саны өте көп және де күрделі, сондықтан сіздерге көп көмегін тигізеді деп ойлаймын. Міндетті түрде сабақты соңына дейін көріңіздер және менің YouTube арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырма. Өлеңнің бірінші бөліміндегі Махамбет монологының ерекшелігі неде? Махамбеттің туған елі мен жерін жақсы көретіні оның қандай сөздерінен көрінеді? Махамбет монологының ерекшелігі оның жалынды ұлттық рухқа толы болуы, күрескер тұлғаның еркін ойы мен қайсар мінезін көрсетуінде. Бұл жас ұрпаққа батырлық пен адалдықтың үлгісі. Енді бізде Махамбеттің туған елі мен жерін жақсы көретіні қандай сөздерден көрінеді деген сұраққа жауап беруіміз керек. Ол мынадай өлең жолдарынан байқалады. Туған елім, құдіретімсің аңсаған, алдан жарқын күн шыққанша, кескініңді көрмейінше шаршаған, пасық ойлар тұншыққанша, толғаны қақ жарып гүл шыққанша, жер астынан қарап жатам мен саған. Екінші тапсырма бізде өлеңнің көріктеу айшықтау құралдарын тауып талдаңдар дейді. Яғни бізде кесте берілген көріктеу айшықтау құралдары аллитерация, ассонанс табуымыз керек, эпифора, анафораны, символды табуымыз керек. Оның барлығын мен сіздерге жеке-жеке көрсеттім. Үшінші тапсырма. Әке мен баласының диалогын дәптерлеріңе жазыңдар. Балладаның осы бөлімін рөлге бөліп оқыңдар дейді. Енді бұл жерде әке үкімі деген бөлім бар ғой. Екінші бөлім, сол бөлімнің бас жағы, яғни баланың әкесіне келуі, әке деп кіруі, одан кейін сұрышықты алдына тастауы, Махамбетті алдап соққанын айтуы, одан кейін әкесінің баласына реніші, оның кезінде өзінің жарының Махамбетке ғашық болғанын айтуы, соның барлығы осы әке мен бала аралығындағы диалогқа жатады. Оны табу өте оңай. Төртінші тапсырма. Баллада кейіпкерлеріне мінездеме беріңдер. Махамбет берілген, бізде әкесі, баласы берілген, мінезі, одан кейін шығармадан осы мінезіне сай үзінді келтіріп өтуіміз керек. Мысалы, Махамбет мінезі батыр, шыншыл, елінің азаттығы үшін күрескер батыр, өлімнен де шындықты артық қойған, халық үшін жанын пида еткен. Біздің бұл мінездемеміздің дәлелі өлең жолдарында былай көрсетіледі. Ақындықтың басты шарты басталса да шындықты айту емес пе? Бесінші тапсырма. Батыр-баян поэмасындағы баян мен Нарынқұм зауалы балладасындағы әкенің іс-әрекеттерін салыстырыңдар. Не себепті олар өз бауыры мен баласына қатал үкім шығарды? Халық, ел намысы дегенді қалай түсінесіңдер? Алтыншы тапсырма. Бірінші мәтінді тыңдап, шумақтарды аяқтап, дәптерлеріңе теріп жазыңдар. Сегізінші тапсырма. Шығарманың оқиға желісін өз көзқарастарың тұрғысынан баяндап беріңдер. Ол үшін шағын жоспар құрыңдар. Алдымен бірінші жоспар құрамыз. Ол бірінші шағын ғана жоспар, яғни бұл жерде қысқаша жоспар құрамыз. Ақынның түс көруі, ақынның шындық жолындағы күресі, әкенің үкіміне себеп болған опасыздық, әкенің әділ бірақ ауыр шешімі, ел намысы бәрінен биік деген жоспар құрамыз. Осы бойынша қазір өз көзқарасымыз тұрғысынан оқиғаны баяндаймыз. Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы шығармасы шындық пен әділет үшін күрескен адамдар туралы. Ақын түс көреді, онда ол өз басының кетіп, кесіліп, туған жерге бет алғанын көреді. Бұл шындық жолында құрбан болатынының белгісі. Махамбет сияқты ерлердің шындығын жоқтап, сол рухты қорғаған әкенің бейнесі ерекше әсер қалдырады. Ол туған баласының опасыздығын кешірмей, далалық әділетпен үкім шығарады. Меніңше бұл поэмада жеке мүдде емес, ұлт мүддесі бәрінен биік. Әке де, ақын да халықтың ары мен намысын сақтаған шынайы тұлғалар.
Тоғызыншы тапсырма берілген үлгіні пайдаланып шығармадағы кез келген бір шумаққа әдеби теориялық талдау жасаңдар. Оның үлгісін мен сіздерге көрсеттім. Дәл осылай үлгіде өздеріңіз талдасаңыздар болады, немесе осы үлгіні алсаңыздар да болады. 10-шы тапсырма Махамбетке оқ атқан жігітті ақтауға бола ма? Оның қателесуі неден басталды деп ойлайсың? Әке үкімі дұрыс па? Сұрақтарға жауап берерде бұл оқиғаның қай кезеңде болып жатқанын есте ұстаңдар. Махамбетке оқ атқан жігітті ақтауға келмейді деп ойлаймын. Себебі ол тек бір адамды емес, халықтың рухын, еркіндік үшін күрескен Махамбетті сатып кетті. Махамбет тек ақын емес, ол халықтың бостандығын, ер мінезін, шындықты бейнелейтін тұлға. Оны сатып өлімге апарған, бұл бүкіл халықты сатып кеткенмен тең. Оның басты қателігі атақ пен сыйлыққа, мансапқа құмартуында. Ол сұлтан Баймағамбеттен сыйлық алсам, әкемнің үмітін ақтасам деп ойлайды. Бірақ ол өз ісінің салдарын, рухани жағын бағамдамады. Ең сорақысы Махамбетті алдап тұзаққа түсірді. Бұл сатқындықтың ең ауыр түрі. Әке үкімі дұрыс деп ойлаймын. Өте ауыр шешім болса да, бұл дала заңы мен ұлттық сана үкімінің көрінісі. Әке ұлын өлтіргісі келмейді, бірақ оның ісі бүкіл елге қара бет болған іс. Мұндай сатқындық кешірілсе, ертең ел намысы аяққа тапталады. 11-ші тапсырма ер намысы, ел намысы деген тақырыпта эссе жазыңдар. Эсседе шығарманың қазақ әдебиетіндегі орны мен ақын идеясын ашыңдар. Балладаның эстетикалық құндылығы туралы өз ойларыңды білдіріңдер. Қазақ халқы ежелден ер намысын, ел намысымен тең көрген. Батырлар мен ақындар ел үшін жанын қиған, ар үшін басын бәйгеге тіккен. Осы ұлттық рухты, ел мен ер тағдырын тұтастығын Мұхтар Шахановтың Нарынқұм зауалы балладасы терең әрі шыншыл бейнелейді. Ақын Махамбеттің тағдыры арқылы шындық үшін басын тіккен ерлердің образы жасалады. Образы дегеніміз бейнесі. Ал әке мен баланың қақтығысы сатқындық пен әділдік, ар мен ақша, рух пен мүлік арасындағы күресті көрсетеді. Баллададағы әкенің ұлына шығарған үкімі тек жеке шешім емес, бұл бүкіл халықтың атынан жасалған үкім. Әке бейнесі арқылы ақын намысты, арды, бәрінен биік қоятын рухты бейнелейді. Шаханов балладада ерліктің өлшемін жалаң күрестен емес, адамның арынан іздейді. Ол үшін нағыз батыр шындықты тайсалмай айтатын, елдің мүддесін жеке басынан жоғары қоятын адам. Эстетикалық құндылықтарына келетін болсақ, Махамбеттің бассыз кеткен денесінің ақ жайыққа қарай жылжуы елмен рухани бірігудің бейнесі. Ердің намысы, елдің намысы екені бұл шығармада айқын дәлелденеді. Махамбет бір адамның емес, бүкіл халықтың үні, әке ұлттың ар намысы, ал баланың сатқындығы рухани азғындаудың көрінісі.